Бүгінгі видеода мен алып айдаһар туралы ақпараттар айтатын болам. Достар, алдымен менің Telegram каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен онда әртүрлі ақпараттар мен ойындар ойнататын боламын. Ссылкасы төменде. Алып айдаһар өз аралдарында өмір сүреді. Айдаһар өз аралында жуас. Ал аралдан кетсе, бірден көлемі үлкейіп, от бүрке бастайды. Себебі өз аралдарында ерекше бір шөп өседі. Ал ол шөп басқа аралдарда өспейді. Сол себептен айдаһар басқа аралдарға бармайды. Айдаһардың ұзындығы 12 метр, ал от бүріккен кезде ұзындығы 19-20 метрге дейін үлкейіп кетеді. Бұл айдаһар ет жемейді. Мысалы, қорқынышты құбыжық айдаһары етпен қоректенсе, алып айдаһар көбінесе шөппен қоректенеді. Сонымен қатар айдаһар от бүріккенде оның денесінде орналасқан тікенектер атады. Алып айдаһардың әлсіз тұстары көп. Мысалы, айдаһар тамыры, көк олеандр шөбі, ажал себушінің дауысы, смутьянның гипнозы және үрейлі әннің әуені, айдаһардың жасыл, сары, көк және қоңыр түстері болады. Алып айдаһардың сілекейі емдік қасиетке ие. Айдаһар өз аралында өсетін шөпті жесе, оның сілекейімен емдеуге болады. Дәл осылай айдаһар астритті емдеп жазған. Қазіргі таңда бұндай айдаһар түрлері өте сирек кездеседі. Себебі бұрын қыстақтарда ауру қаптап кеткенде, адамдарды емдеу үшін алып айдаһарға аңшылық жасап, айдаһарлардың санын азайтып жіберген. Бүгінге осы. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және комментарияға келесі қандай айдаһар туралы ақпараттар айтайын жаза кетіңіздер. Және Telegram каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.